Кеш жарық достар, баршаңызға сәттілік тілеймін. Жаңа алдында 1 сағат бойы сайрап түсірген тікелей эфирімді сақтай алмай қалдым. Бір техникалық ақаулар бойынша мүмкін өшіріп алдым, бірақ енді қайтадан ерінбей сол айтқан заттарымның мен бүгінгі алған заказымды сіздерге полный, яғни толық түрінде түсіріп көрсеткім келіп отыр. Барынша толықша ақпарат беріп шолу жасағым келіп отыр. Коробка зат алдым мен, қарап отырсаңыздар, міне барынша бағанан бері оның бәрін сайрап түсіріп отырып, соны сақтай алмай қалыппын. Енді барынша сіздерге түсіріп көрсеткім келіп тұр. Мына жерде так, мына жерді дұрыстап қояйын. Сіздерге барынша көрініп тұр деген сенімдемін. Так, мына жерде мен қандай заттар алдым осы жолы Фаберликтан. Қандай заттар алып, не істегенімді бәрін сіздерге көрсетейін. Менің алған заттарым, ол біріншіден мынандай сковородкалар алдым, я? Қаншама сковородкалар алдым. Бұл трехслойный дно. Мен бағанан бері сайрап 1 сағат бойы әдемілеп отырып түсірген видеомды сақтай алмай қалып, сіздерге қайтадан түсіндіруіме тура келіп тұр. Трехслойный дно, сәлеметсіздер. Мына жерде қазақша айтқан кезде 3 қабатты түбі бар сковородка. Сковородка с трехслойным дном и сковородка с антипригарным покрытием, можно сказать. Например, бұны жаңағы антипригарный күйдірмейтін қабаты бар. Оны мен өзім іс жүзінде барынша пайдаланып көрдім. Бүгінгі мен сторисыма кіріп қарасаңыздар, мен таңғы асуды осымен жасап көрсеткен едім. Яғни маған қатты ұнағаны, бұрын сковородкаларды алған кезде мен олардың барлығын азанда жұмыртқа қуырсам да, қаншалықты жай отқа қойып қорғанның өзінде түбі жабысып қалып, оны қырып, жуып, кейде соғанда ернесін уже да, әйел адам болды. Енді біз өмірде белгілі бір профессионалдық аспаз емеспіз ғой, бірақ отбасымызға біз күнделікті тамақ дайындаймыз. Күнделікті тамақ дайындамай жүрмейсіздер. Әйел адам болғаннан кейін, аспаз болуға да тура келеді. Бірақ сол аспаздық біз деген не, онда бір 40 қолы бар, 40 жаны бар дейді ғой әйел адамның. Неше түрлі тамақта дайындау, ыдыста жуу, кірде жуу, басқа да өтектеуде, отбасына қарауда барлығы әйел адамның маңдайына жазып қойған тағдыры деп ойлаймын. Соның ішінде ыдыс-аяқ жуу менің өте ұнатпайтын заттарымның бірі. Осы ретте осы жолғы Фаберликтің осындай сковородкасы мені аса қуантып отыр, өте керемет. Себебі ыдысты жуған кезде де ыңғайлы, тез жуынады, себебі түбінде ондай жабысқан заттар болмайды. Мен бұған күфте, түрік тағамын күфте дайындап көрдім. Именно күфтені жаңағы отқа, жаңағы грильге де дайындайды ғой, бірақ мен жаңағы томатный соуспен, яғни сулы қылып дайындадым, измирский вариантпен. Және де бүгін өздеріңіз көрдіңіздер жұмыртқаны, және де бұған мен тағыда бұл сковородкаларға оның да видеосын саламын. YouTube каналым бар менің, Инкар Алиева деп кірсеңіздер, маркетинг план керек ба, Фаберлик бойынша орысша, қазақша маркетинг пландар да бар, ол менің каналымда, YouTube каналымда. Және де барлық бет күтімі жайында ақпараттар бар, декоративка жайында, неше түрлі біраз ақпараттар бар, қалай заказ жасау керек, Фаберликте қалай кіру керек, соның барлығы бар. Ол ақпараттардың барлығын сіздер менің YouTube каналымда Инкар Алиева деп орысша жазылған, сол каналға кіріп көре аласыздар. Және антипригарный сковородканы мен жаңа айтқандай өзіме ұнатқаны бризольда дайындап көрдім. Бризоль дайындаған кезде сіздер білесіздер, жаңағы қиын ғой не қылу, жаңағы түбіне жабысып қалады көбінесе, саламатсыздар ма, саламатсыз Венера ханым. Және де ол жабысып қалған кезде жаңағы ыдыс-аяқ, ол бір жағынан нервштете бастайсыз. Тағамыңыз дұрыс шықпаса да, одан ыдысқа жабысып атса, ол қайта-қайта адамның әрине жүйкесін жұқартатындай әсер етеді. Ал мына сковородкалар маған ұнағаны жабыспайды. Как положено, сіз тіптен тағамды дайындағыш болмасаңыз да аспаз сияқты сезініп кетесіз осы сковородкалар. Менің өзім қуанғаным сол болды. Және міне сіздерге мынау 3 слойлы терракотовый деген мына қоңыр түстесі, бұл 3 слойлы түбі 3 деңгейден тұрады. Ал мынау авокадо түрі бар. Авокадо түрі бұл 2 деңгейлі. Авокадо және оливковый дейді. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Мына жерде бұның диаметрі де әртүрлі.
мен өзім көрінбей тұрсам да сіздерге өзімді былай так барынша зат көрінсе болды. Мына оливковый түрі, мына 20 сантиметр антипригарный покрытие. Көріп отырсыздар, мына қабырғасының қалыңдығы 2,3 миллиметр, түбінің қалыңдығы 2,6 миллиметр деп жазылып тұр. Биіктігі 4 сантиметр көріп отырсыздар, мына борты, мына сковородкалардың. Және де жаңағы айтқандай тез жуылатын, жабыспайтын қасиеттері бар. Мынау менде тұрған диаметрі 20 сантиметрлік заттар сковородкалар, міне осындай әдемі. Және тағы да бір айтып кеткенім, мен бағанада сіздер қыздарыңыз болса, қыздарыңызға біз қазақ көбінесе не істейміз, ұзатамыз ғой. Немесе үй болып жатқан жағдайда да мейлі ер баланың да еншісін береді ғой, мысалға. Сол сияқты мен өзім қыздарыма бір жағынан приданный ретінде, яғни болашақ үйлеріне, болашағына арнап та жаймендеп шетінен сковородка бар ма, алып қойып жатырмын. Жолдасым өзім айтады, ала бер дейді, жинай бер дейді, алдымыздан шығады деген сияқты. Өзіме ұнады, сондай бір жағынан жинақтап алып жатырмын, бірақ сол жинақтап алам деген құрлы бүткіл подругалардың барлығы звондап, уже 2-3 сковородкадан бәрі менен алып кетіп жатыр, сатып алып кетіп жатыр. Тікелей тіптен. Мен өмірімде зат сатып көрмеген адам. Мына сковородкаларға видео түсіріп, күнде заявка түседі осы сковородкаға маған. Енді қарап отырсаңыз, мынау үлкені 28 сантиметрлік үлкен сковородка, авокадо түрінде. Көріп отырсыз, жаңағыдай барлық мен мына жердегі сыртында ақпарат бұл сковородкалардан көп. Жанары, сәлем. Мынандай сковородкалар өте керемет. Және де мынау үлкен семья болса, үлкен семьяға жақсы деп ойлаймын, қомақты. Және бұның қақпақтары бөлек сатылады. Жаңа мен упаковкасын бәрін распаковка жасап тұрып көрсеткен едім. Енді упаковкасымен тұрған түрі мынандай. Мынандай упаковкада келеді, қарап отырсаңыздар. Міне мен 2 қақпақ заказдағам. Ол қақпақтардың ерекшелігін мына жерден оқып айтып берейін. Сіздерге мынау 24, 26, 28 сантиметр келеді. Ең үлкені 28 сантиметр келеді, көріп отырсаңыз. Міне осылай әдемі, бір жағынан стильный, бір жағынан әдемі. Өстіпті сіздер осындай сковородкаларыңызды қыздарыңызға, балдарыңызға болашағына алып қойсаңыз да болады, жинап алдын ала, және де өзіңіздің асханаңызға да пайдалану үшін де алсаңыздар болады. Өте тиімді, жақсы, бағасы да жақсы, бағасы да қымбат емес. Және мынау 24 сантиметрлігі, жаңа мен сіздерге көрсетіп жатқан сковородкалардың, бұлардың қақпағы бөлек болып келеді сәл. Мына осы қақпақ келеді. Негізі мынаны көріп отырсыздар, бұл қақпақтың 3 деңгейі бар. 1, 2, 3 жаңағы 24, 26, 28 сантиметрге арналған. Мынау 24 сантиметрге де осы үлкен қақпақ келеді. Ал мына кішкентай 20 сантиметрліктерге бұл өзі арнайы өзінің кішкентай қақпақтары бар. Кішкентай қақпақтарын қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне упаковкада тұрған, жаңа ашылған түрі анаяқта менде асханада осындай міне кішкентай 20, 18, 16, 18, 20 диаметрге арналған қақпақтар мына. Қарап отырсаңыздар, мынандай сковородкаларға келеді. Қасында кітапшасы бар, ішінде барынша сипаттамалары барлығы бар. Және ұстайтын жері де өте берік, силиконовый, қолды күйдірмейді. Осындай сковородкаларды сіздер заказдап алсаңыздар болады. Және сотейник. Мына сотейникті қақпағымен бірге сатады. Яғни бұда каша дайындағыларыңыз келсе, тұздық, ет тамағы жасаған кезде, бешбармақ деп айта жатады, негізі біз ет тамақ дейміз, былай жалпы тілмен алғанда. Ондай жасап жатқан кезде де ішіне жуа салып, тұздық жасауға, немесе каша жасауға, бұлда да екі түбінде көріп отырсыздар, жаңағыдай, мында түбі осындай индукциялық пештерге, менің өзімнің пешім индукциялық анамнау түптерімен сковородка анамнау нәрселерді қабылдай бермейді. Бірақ осы Фаберликтің сковородкасында қабылдады. Өйткені мына жерде кітапшаларында да жазылып тұр. Бұл газге де, басқа жаңағы индукциялық пешке де арналған деп тұр. Мұнда да көріп отырсыздар, сабы сондай барынша жаңағы силиконовый болып жасалынған. Әр қандай түс болады, сол түс бойынша мына жерде өзінің түстері тұрады. Мысалы, мынау авокадо түсі қарап отырсаңыз сотейниктің. Осылай алып пайдалансаңыз болады. Бұның қақпағы бірге келеді екен, бұл сотейниктің көріп отырғандарыңыздай. Және тағы бір нәрсе, ол мен сіздерге қазір көрсетіп өтейін.
Ол мынандай мен жаңа оған не жабыстырып қойдым. Мынау негізі мен жабыстырып қойған нәрсе, мынау гриль. Мына нәрсе қасында тұрған. Бұл шетелдерге қыдыруды жақсы көрсеңіз, мен сияқты. Енді алла жазса, жаңағы границалар ашыла жатады деген сенімдемін әлі де. Егер шетелдерге болашақта жаңағы біздің шекараларымыз ашылып жатқан жағдайда, мынау індет кеткен жағдайда, әрине біз шетелге барамыз. Мен өзім теңізді өте жақсы көремін. Жылына жоқ дегенде 1-2 мәрте теңізге барып түскенді ұнатамын. Қазір өзім карантинде отырып қиялдап, блогерларды, неше түрлі шетелде тұрып жатқан, теңіз жағалауында тұрып жатқан кісілердің YouTube каналдарын қарап, өзім қиялдап отырамын. Алла жазса, сол жақтардан үй алу деген осы бір 3-4 жылдықтың ішінде үй аламын. Бұйыртса, сол шетелден теңіздің жағалауынан үй алғым келіп отыр. Осы фабиликтің арқасында деп айтайын. Бір Алла бірінші, сосын фабиликтің арқасында. Және міне неге сол саяхатты айттым, мынандай чемоданға ілесіз, мен оны қазір сковородканы өлшейін деп ілгем. Негізі қазір ретін келтіре алмадым. Мынандай ашылады, мына жерден ашылады. Былайынша. И былай алынады, қарап отырсаңыз. Мынау чемодандарды қалтаға салып, карманный весы дейді, мысалға, көріп отырсаңыздар, чемодандарды өлшей бересіздер. Мына жерде экранда чемоданыңыздың весі көрініп тұрады. Яғни шетелге шыққан кезде ыңғайлы, бәр ақша ғой, мысалға аэропортқа, даже шетел ғана емес, біздің Қазақстан аэропортына кірсеңде чемоданды оратқан ақша, мынандай өлшеткен ақша, бәр ақша. Менде мына фабиликтің чемодан қаптайтын бізде сатылады 4-5 мың теңгеге. Чехолдар бар да, чемодан қаптайтын. Ол чехолдарды алып алдым, оларда бір рахат. Қай жаққа бармасын, сол чехолдарды ұстап жүрем, фабиликтің чехолдарын. Енді солар арқылы мен қазір енді Құдай қалап шетел ашылып жатса, осы чехолдан бөлек, мынау менің қалтама осындай жаңағы чемодан өлшейтін, ішінде батарейкасымен мына жерінде салынып ауыстыруға болады екен. Осыны алып жүрем деген сенімдемін. Өте керемет заттардың түр-түрі бар ғой енді. 9 мыңнан аса тауар атауы бар фабиликте. Және де мынау антипригарный, мынау енді оливковый түрі, авокадо түрі, терракотовый түрін көрсетсем, бұл гриль. Егер сіз шашлик жасаған жақсы көрсеңіз, осындай қуырған тамақтарды, особенно мынандай гриль сияқты стейк жасаған жақсы көрсеңіздер, мына грильницаны алыңыздар антипригарный покрытиемен, осындай сковородка гриль алсаңыздар болады. Осыған сіздер шашлик, мысалға жаңа филе бар, куриный дейді, тауықтың филесін алып, оны сіздер бір 5-10 минутқа ғана маринадқа салып қойсаңыз болады, жаңағыдай аджикаға, немесе қызанаққа, чеснок теркадан өткізіп қосып, бәрін бұрыштап, жуа салып, әбден қойсаңыз, 5-10 минутта сіздің кішкене ғана, егер сіз бір азиатский жағынан жасағыңыз келсе, кішкене соя құйып жүрсеңіз де болады да. Мысалға соны жасап, стейктар жасап, одан мысалы осыған салып, гриль сковородкаға салып қуыратын болсаңыз, кәдімгі мықты дәмі өте керемет, шашлық қылып салсаңыз да болады. Және бетіне сыр құйып істесеңіз де болады. Осындай мынандай гриль сковородка трехслойный, но тоже бұғанда жабыспайды. Бұны мен әлі де сіздерге, мен YouTube каналым Инкар Алиева кіріп, ішінен сіздер әртүрлі видеолар көре аласыздар. Осы сковородкалармен тағам дайындаған видеоларды да салам бұйыртса. Және тағы да сіздерге көрсетіп отқан бұл сковородкалар көрсеттім. Және жаңа айтқандай пшеничный, сковородка, сотейник, жаңа көрсеткен. Міне, мына жерден қазір барынша заттардың барлығын көрсетейін. Мынаның барлығы менің осы жолғы тапсырыстарым, фабиликке берген тапсырыстарым. Так, сәлеметсіздер. Енді мына жерде тағы да мынандай нелер бар, жаңағы доска дейді, яғни пшеница қазақша айтқан кезде ортаға жазсаңыздар болады, табиғи өнім жасалынған, яғни барынша бидай өнімдерінен тағы да солай жасалынған волокнасы дейді, сол алынған табиғи, бірақ тастай, өте керемет кухняға, яғни асханаға арналған. Осындай таяқша, жаңағы менің сковородкалар антипригарный көріп отырсыздар фабиликтің. Одан бөлек тағы мен яйца резка заказдадым. Мынандай яйца резкалар бар, бұл жерде коробкасымен келеді, осындай 3 түрлі, астында мынандай подставкасымен, кәдімгідей әртүрлі түрінен алып тұрып,
әртүрлі фигураға бөлдіріп, долькаға бөлесіз ба, әлде төртке бөлесіз ба, міне барынша осындай яйцерезкалар да бар, әдемі түрлі, өте пайдаланғанға да әдемі. Фаберлик дом деп аталады. Сіздер білесіздер, Фаберликке тіркелу тегін. Мен бірде бір зат сатып көрген емеспін, негізі осы Фаберликте. Барлығын үйге ала отырып, бизнес құруға болады бұл жерде. Жаңағы миллиондаған табыс табуға болады осы Фаберликтен. Енді сонымен қатар, жаңа мен сіздерге көрсеттім алдыңдағы видеоларда да, мынау фартукты киіп көрсетейін мен. Так. Фартук. Міне, мына жерге былай қояйық. Ой, біздің столдар да ауыр. Жаңа мен алып қойып едім біреумен. Фартукты былай киіп көрсетемін. Көріп отырғандарыңыздар өте жаңағы сериядан арналған. Міне 100% хлопок болып саналады. Фартуктар барынша былай киіп, асханада барынша жұмыс жасай бересіздер. Мен қыздарыма өзіме алдым, белін әлі байлап үлгермей жатырмын. Және де, міне, мына фартуктың бір түрі 100% хлопоктан жасалынған. Және де мен жаңа көрсетіп кеттім, мынандай вафельный салфеткалар бар, я? Вафельный жаңа заттары бар. Қарап отырсаңыз, так, қазір оны да көрсетем сіздерге. Вафельный салфеткасы сіз асханада пайдаланғаныңызға өте тиімді. Міне, мынандай болып 100% хлопоктан, яғни мақта өнімінен жасалынған, өте әдемі, және де түрі де бір қызыл-жасыл, көзге бүйтіп ала бүртіп тұрған жоқ, ыңғайлы, орысша айтқанда пастельный тон дейді ғой. Сондықтан сіздер бұны да толық алып пайдалана аласыздар. Және де прихваткалары бар мынандай. Бір неде 2 данасы тұрады. 2 данасы тұрады. Осындай прихваткаларын да ала аласыздар. Және қолғабы бар. Так, қазір сәлеметсіз бе жаңа? Так, сонымен қатар мынандай несін полный аспазшы келіншек боласыздар ғой, полностью аспазшы келіншек болғыларыңыз келсе, мынандай асханаға арналған фартугын дұрыс байлаған жоқпын. Мына жерде шешіліп кетіп жатыр. Мынандай қолғабын, яғни духовкадан тамақтар шығарған кезде бәріңізде үй шаруашылығын жасайсыздар деген сенімдемін. Соны жаңа мына ыстық заттарды әкеліп қойсаңыз да барлығы үйге қажетті осындай заттар. Міне Фаберликтің заттары. Мынандай фартугы да бар, өте көлемді, және де өте тиімді, әдемі болып келеді. Және, так, фартугын бәрін көрсеттім сіздерге. Енді мен сіздерге тағы да бір тиімді затын көрсетуге тырысайын Фаберликтің. Так. Так, көрсетем. Ол деген кір жуғыш ханымдар бар ма ортамызда? Кір жуғыш ханымдар болса, енді бәрі кір жумайтын адам жоқ қой отбасымыздың. Соның үшін деликатные вещи деп, яғни іш киімдер, немесе атластан жасалынған киімдер, өте тауары бір сондай жұқа өнімдер болады. Солардың барлығы неге кір жуғыштың барабанына түсіп, жаңадай түтіктен кетпес үшін бірден қартайып кетеді ғой, киімдердің өзі қартаяды. Сол болмас үшін мынандай мешоктар бар. Мынандай ыдыстар бөлініп кетті, мынандай қараған кезде кішкентай сияқты көресіздер, бірақ кішкентай емес. Ашқан кезде мынандай көлемді біраз зат кетеді ішіне. Қарап отырсаңыздар, осы ішіне замогын ашып, ішіне жаңағы іш киімдеріңіз болсын, киімдерді салып, кір машинаға салып пайдалана беруіңізге болады. Көп рет пайдалануға да болады бұны. Қарап тұрсаңыздар, осындай заттарын алсаңыз да болады. Және де Фаберликта бізде тағы мен ең күшті заттағы бір көрген. Мен жолдасым киімін жиі өтектеймін, жиі жұмысқа дайындаймын. Бүгіннің өзінде бір аптаға арнап жаңа жуылған рубашка, яғни жейделерін, шалбарларын өтектеп жібердім. Сол кезде шалбар өтектеген кезде біз көбінесе ауыстыратын затымыз ол жаңағы не болып саналады. Марля аламыз ғой, барлығымыз. Медицинский марля. Қазір ол да дефицит болған шығар, барлық дәрілермен қоса. Олай болатын болса, мына Фаберликте мынандай, міне, осылай упаковкасын бағана ашып көрсеткем, ол видеом сақтай алмай, қайтадан видео түсіріп отырмын сіздерге арнап. Осындай сетка для глажения белья дейді, яғни өтектеуге, киімдерді өтектеуге арналған, күйдіртпейтін мынандай сеткалар бар.
міне осындай даже сеткаға дейін бар Фаберликте, киім үтіктеуге арналған. Бұл сетканы да өздеріңіз заказдап алсаңыздар болады. Тем более тегін тіркелсеңіздер, бұл заттардың барлығын білесіздер көбіңіз, 20%-тен жоғары аласыздар. Размері 56-да 40 сантиметр. Жаңа көрсеткен салфеткамның көріп отырсыздар. Және жаңа ыдыс аяғы, мынандай неше түрлі қапшықтардан бөлек мен не заказдадым тағы да. Қазір жаңа алжапқыш, прихватка, рукавица деп бәрін көрсетіп жатырмын. Мұнда менде әлі де неше түрлі сковородканың түр-түрі. Сонымен қатар терканың түр-түрін заказдадым. Оны тағы да видеоларда көрсете жатармын. Және мен тағы не заказдадым, оны сіздерге қазір дұрыстап тұрып көрсетемін. Мына сковородкаларымды көріп отырсыздар. Қазір енді пышақтарды көрсетемін сіздерге. Так, бұлай қойып қояйын. Қазір мына жерге барып обзор жасаймыз. Айсұлу. Так, барынша мен сіздерге обзор жасауға тырысам, пышақтарына, басқа да заттарына Фаберликтің. Мына жерде қазір мына экранды дұрыстап қойып жіберейін. Барынша. Так, достар, енді тағы да көрсететін болсам, тағы жаңа сковородкалардың барлығын көрсеттім, барынша. Олардан бөлек мынандай точилка алдым еще. Фаберликте точилка да бар. Мынандай 3 бөліктен тұратын точилка, Фаберлик Home деген жазуы бар, қарап отырсаңыздар. Алмазный напылениемен тұрады бірінші бөлік, екінші бөлік ұшқырлап кәдімгідей өткір еткізіп, жаңағы пышақты өткір қылып жасайтыны, үшінші полный жаңағы шлифовка жасайтын 3 бөліктен тұрады. Өзі 1, 2, 3 деп жасалынған барлығы. Осындай, міне мынандай мықты упаковкада келетін, осындай заттармен де пайдалансаңыздар болады. Және пышақтар бар. Пышақтардың барлығын бағанада ашып көрсеткем, негізінде пышақтары міне үлкен пышақ, мынандай упаковкада келеді. Упаковкасы да мықты енді негізін алғанда. Және оны ашып көрсететін болса, Фаберлик Home деген жазуы бар, стильный пышақтары да өзі. Мынандай ішінде бұлай қолды қорғап тұратын, бірден ашқан кезде ұстағанда қорғап тұратын сыртқы қалпы бар. Осындай керемет пышақтары бар. Оның мен 4 түрі бар, 4 түрінде алдым. Міне орташа пышақтағы да көріп отырсаңыздар, өткір пышақтары өте. Неше түрлі размерде, мысалға міне, мынау кішкентай размер, оны көрсететін болсақ, ашып міне, мынандай упаковкасының тұрады. Міне қарасаңыз, материал лезвие нержавеющая сталь деп тұр, рукоятка дерево пакка деп тұр, чехол полипропилен дейді. Міне қарап отырсаңыздар, осындай мынау жаңағыдан да кішірек пышағы, және одан да кіші пышақтары бар. Тағы да бұдан да кіші кішкентай пышақтары бар. Қарап отырсаңыздар, бұлай алынады. Алмазный напылениемен пышақтап әдемілеп кесуге болады. Жаңа доскасын көрсеттім ғой сіздерге. Мынандай разделочный доскаға қойып, барынша асханада пайдаланғанға да әдемі. Ет тамақ пісіріп әкеле жатыр, бетіне не қоямыз біз? Еттің бетіне пышақ қоямыз тұруға. Енді қазір көбісі турап барады етті, бірақ мен турап апармауға тырысам, молдау қылып, жаңа үстіне пышақ қойып апарған кезде де әдемі пышақ. Жаңа етті турап отқан адамның өзі бір қызығып кететіндей. Және қыздар, осындай 4 түрлі пышақ алдым еді. Кішкентайы бар, тағы одан да кішкентайы бар. Оның бәрін көрсете жатармын, міне. Одан да кішкентайы, міне, упаковкалерде. Бәрі осындай упаковкалармен келеді, бұл пышақтардың барлығы, міне. Қарап отырсаңыз. Сосын мен тағы не заказдадым осы жолы. Бұл пышақтан бөлек, мынандай кисточкалармен, мынандай силиконовый кисточка. Жаңағы бүгінгі неде көрсеттім мен видеода, стористан қарап көрсеңіздер.
мынандай сковородканы ашып, сковородканың түбіне кисточканы жағып, майды кішкене ғана май жақсаңыздар болады тағам дайындаған кезде. Немесе жаңағы пиде, самса сияқты өнімдер дайындайсыздар ғой, неше түрлі пирожки сияқты духовкаға дайындайтын. Солардың бетіне де осы кисточкамен жұмыртқа жақсаңыз да, басқа да заттарға арналған, мысалы блинчик пісірген кезде сковородканың түбін майлап тұрғанға да өте жақсы тиімді. Және мынандай ожауын алдым. Ожауын ашып көрсетейін сіздерге. Бәрі әдемі упаковкаларда келеді ғой, енді былай алған кезде. Фаберликтің ожауы. Ода да Фаберлик қауым деген жазуы бар. Бұл ожауда да. Оның бәрін асханада пайдаланып әлі де видеолар түсіремін. Менің Іңкар Алиева деген каналыма тіркеліңіздер. Видеолар, маркетинг план, тағы да басқа видеоларды көріп, комментарий жазып, лайк, дизлайк деген сияқты қойсаңыздар болады. Мынандай ожау бар. Силиконовый ожау, күймейді, тарсылдамайды, қырмайды. Оны пайдалансаңыздар да болады. Және мынандай тамақты шайқап, тамақты араластыруға арналған. Осындай тоже силиконовый қасықтары да бар үлкен. Енді тағы әйел адамдарға не қылатын зат, бұл этаж үйде тұратын болсаңыздар, көп қабатты үйлерде унитаз тазарту, сол унитазды тазартуға арналған біздердің бірнеше түрі бар. Соның ішінде мынау новинка маған ұнады. Бұл гель очищающий для туалета морская свежесть деген 7-де-1 дейді. Міне қарап отырсаңыз, жаңағы известковый налет болмайды, ржавчина, мочевые камни дейді, яғни дәреттен зәрден кететін, сарғайып тұратын заттар, камендер бәрін. Сосын цветой индикатор, удаление загрязнений дейді, гигиеналық тазалықты сақтайды, қайтадан лас болып қалуынан қорғап тұрады. Жаңағы артық иістер шығып тұратын болса, унитазда соларды да жояды бұл. Және де судың под водой и ободком унитаза, бұл кәдімгі труднодоступный жерлеріне де жағып жууға болады. Және аромат морской свежести. Көрдіңіздер, 7 түрлі қасиеті бар. Осындай унитаз тазартатынды да алып жатырмын. Және бағана мен алған зат көп, менде оның бәрін шетінен барынша түсіндіре берем. Және жаздың күні шлепка киесіздер, сол шлепкаларыңыз аяғыңызды қажамас үшін, немесе жаңа аяқ киім, қандай аяқ киім кисеңіз де аяқ киіміңізді қажамас үшін мынандай стиктар бар. Жаңағы аяққа жағасыздар, сол стиктарды жағып, жаңағыда қажаудың алдын алады, қажауға қарсы аяққа арналған осындай стиктар бар. Осыны да пайдаланып көрсеңіздер болады, Фаберликтен алып. Және мен пятновыводительдер, мынандай датский, бізде деген германиялық пятновыводительдер бар, неміс сапасынан эко бұйым болып саналады. Жаңағы биоразлагаемый дейді, яғни оны жуғаннан кейін жаңағы жерге, шөпке де сала беруге болады. Сондай мына пятновыводитель, бұл датский, Нидерландтардан шығатын осындай шетелдің, сол шетелдегі, қазір мына жерде этикеткасында да біраз нәрсе жазылып тұр, произведено Нидерландов дейді. Нидерландтың королевский, жаңағы патшалық өздерінің жаңағы несінен шығатын, атақты бұрыннан келе жатқан заводынан шығатын, осындай бізде осы Гренли деген үйге арналған биопорошоктар, биопятновыводительдер келді. Соларды да алып пайдалансаңыз болады. Бізде қымбат киімдер аламыз, балдарымызға, өзімізге, бірақ арзан порошокпен жуамыз, соның сапасын, киімнің түсінің өңбеуі. Мысалы, мынаның сырттарында да бұл порошоктары да бар бұлардың, Порошогының сыртының өзінде біраз нәрсе жазылып тұр. Мына жерде, мысалға, мына порошок ақшыл, ақ түстерге арналғаны бар, және түрлі түске арналғаны бар бұл порошок. Және біздің региондарға байланысты, батыс региондары болсын, Қазақстанда көп жерлерде судың құрамы нашар болып келеді. Яғни сол суды жақсартатын, жесткая вода дейді, соны жұмсартатын, және де желтизна, серость дейді, яғни сарғайып, қоңыр түсті немесе сұрланып кетпес үшін затты осы порошоктар өте тиімді. Және де тағы бір ұнайтын нәрсесі, бұл порошоктардың кірді жуған кезде көбінесе магазин, базардан алатын порошоктарда фтор болады да, мынандай киімнің құрамына еніп, частицалар, кішкентай бөлшектері адамның денесіне аллергия береді. Ал мынаның барлығы гипоаллергенный болып саналады. Сондықтан бұның порошоктарды неміс сапасындағы біздегі порошоктарды, мынау Нидерландтық порошоктарды да, биопорошоктар мен өзіме алдым, новинка. Негізі мен 10 штуктап алып қоямын, 5-6 аудан от души пайдалану үшін. Және де
Одан бөлек күнделікті шаш жуасыздар. Жаздың күні міндетті түрде 5-6 рет бірнеше рет душқа түсеміз, мысалға бас жуамыз. Күнделікті частое использование дейді шампуньдар. Мысалы күнделікті пайдаланғанға шашты қатты әсер етпейтін химикалық заттар аздау осы шампуньдар жақсы. Мен өзім кей кездер болды, шампунь заказдауды ұмытып кетіп, магазиннен сатып алған кездерде бір шампунь, осындай шампуньнің өзі 1000-1500 теңгеге аламын да. Мына жерде бағасы жағынан келгенде 2-3 есе төмен базардың магазиннің шампуньдарына қарағанда. Сондықтан осыны ұялмай алуларыңызға болады. Және де мен оны да 5-6 штуктап алып, анда кладовкама толтырып салып қоямын, міндетті түрде шампуньды. Және де мынау бальзамдар, это супер бальзам. Вообще, қыздар, кішкене жаққанның өзіне шашыңызды жібектей етіп, сусылдатып шығаратын. Және бағасы енді тиын Фаберликта, әр кетсе бір 400 теңге, 300 теңге көлеміндегі. Мен енді нақты өзім бетіп сатып күнделікті айналыспағаннан кейін бағаларын құнын білмеймін. Оның барлығын енді каталогтан қарап та айта жатармыз, мысалға да. Қарап отырсаңыздар, сондай бальзамдар бар. Осы бальзамдарды мен жиі заказдаймын. Мынандай зубный пасталар 300-400 теңге тиын тұрады, бірақ сапасы жоғары. Мынау экстра свежесть. Мысалға, оны да бірнеше есе қылып алып қойып пайдалана беремін мен мысалға. Осы және тағы бір маған қатты ұнайтын зат, бұл Фаберликтағы иіссу, мынандай иістерді кетіретін. Яғни балық тазартасыз ба, ішек қарын тазарттыңыз ба, немесе басқа да жаңағыдай үй шаруашылығында жұмыстармен айналыстыңыз. Мысалы, мен көбінесе гүл алған кезде вазалардың судан тұрып иістеніп кететіні болады. Оның иісі деген бір әлем. Соны да тез кетіретін осы. Және холодильникте тағамдардан қаншалықты сақтап қойсаңыз да иістері бір-біріне араласып, тоже холодильник иістенеді көбінесе. Сол холодильниктің иістенгеніне де қарсы жууға арналған осындай. Қолыңыз, ер азаматтар машина жөндеп келіп, қолдың майын және де иісін жақсы кетіретін, мықты майды да жақсы алып түсетін, осы иісті жақсы алып түсетін осы сабын. Енді одан бөлек андай угольный напылениесімен осындай нелер бар, зубный пасталар. Мен өзім отағасыма өзіме осыны алам. Жиі ауыстырып тұру керек негізі зубный щеткаларды пасталардан бөлек. Және маған ұнайтын тағы бір нәрсе, жаздың күні адамның потоотделение дейді, яғни теріден бөлінетін тер, ол көбейе түседі. Мысалға мынау подкожно-сальный железы, яғни бетте де болсын, денеде болсын, тез тершең боламыз жаздың күндер. Соның кезде бетті безеу, далада шыққан кезде көбінесе безеу неден пайда болады? Көбіне майлы беттер, комбинированный беттерде проблема болатыны, особенно подростықтарда, жасөспірімдерде болатыны, ол даладағы жаңағы желмен келген, сыртқы факторлардан келген қалдықтармен май араласқан кезде теріні бітеп тастайды да, содан безеу пайда болады көбінесе. Мен өзім ол жасқа да қарамайды, жасөспірімге де қарамайды, адамның бір жағынан ішкен тамағынан бөлек, жаңағыдай адамның бет қалпы, генетикалық жағынан да бет қалпына да байланысты, мысалға тип кожи дейді ғой, соған байланысты. Міне осындай пудра бар, кәдімгідей қолға себестерде бұл пудраны мен жаңа сеуіпта көрсеткем, сарғыш түсті пудра, бетке жағып сулап бетті жаққан кезде көпірек бетіңіз деген жалтырап тұрып, тап-таза сықырлап тұрып тазарады. Мысалға безеу болудың шаңнан бетті тазарту поры, особенно комбинированный жирный кожуға эксперт фарма сериясы өте керемет. Және осы сериядан осы жолы мен қанша витамин ішіп жатсам да шаш түсуім толған алмай жатыр. Витамин D ішіп жатырмын, экстракт эхиноцей, басқа да С витаминдер, басқа да экстракт грейпфрута, астаргал, басқа түрлердің бәрін ішіп жатырмын. Соның өзінде шаш түсе береді екен адамның. Негізі білмеймін, қазір карантин болып үйде отырғандықтан ба, сол шаштың түсуін алдын алатын шампуньдарды мен осы Фаберликтан заказдап қойдым. Ол жаңа шампуньдардың бәрін көрсеткем. Мына жерде міне маскасы тұр. Және міне шампуньі тұр. Шампуньі бұл міне активный шампунь против выпадения волос. Укреплять волосы и сокращать выпадение депті. Мына шаштың түсуін азайтатын мына маскасы, согревающийся маска. Және ампуласын алдым. Яғни мына шампуньмен жуып, масканы жағып жуғаннан кейін мына ампуланы жаққан кезде жумаймыз. Масканы да 10-15 минут шашқа жағып қойып барып жуамыз көбінесе, мысалға. Беттерін жақсартатын нәрсе өзі.
шаштың терісін жақсартатын нәрсе. Осы эксперт фарма лечебный шампуньдар ғой. Және терезе тазартуға арналған мынандай заттар өте керемет. Особенно жаз, көктем басталғаннан біздің арпалысатынымыз айнаның беті мен терезенің беті. Сондықтан сондай беттердің барлығына жақсы тазартуға әсер ететін осы Фаберликтің терезе тазартатын заттары. Мен уже сәл сөйлеп тілім күмілжейін деді. Міне қарап отырсаңыздар, осындай өте пайдалы тұрмысқа қажет заттарды заказадым, яғни тапсырыс бердім. Және мына микрофибралық салфеткалары, терезе әйнек тазартатын салфеткалары. Мысалы, осы кейбір фирмалардан пәленбай 1000 сомға алып жатасыздар. Мынау әр жоғы 500-600 теңгенің көлемінде. Тура көп кір сабынмен жуып қана қойып пайдалана берсеңіздер болады. Үйде асханаға болсын, шаң сүрткенге, басқа енді түр-түрі бар ғой салфетканың Фаберликте. Тіптен бетті тазартатын макияжды жаңағыда ешқандай несіз косметикасыз алып түсетін қолғаптарға дейін бар Фаберликте. Оның барлығы мен қыздарыма өзіме алғам. Оны да видеоларға түсіріп, әлі де көрсете жатармын. Міне көріп отырғандарыңыздай дағы бір затты көрсетпей баратыр екенмін. Шетелге баруды армандап, қиялдап жүрсеңіздер, сәл болса ностальгия болып, демдеріңізді басатын, жақсы балғындық, денеңізге балғындықпен жақсы иіс сыйлап, жақсы көрсететін. Бұл міне Бали сияқты, тағы да басқа Айсланд демекші, аралдарға арналған Бонжурни деген серия, гель-ля душалар мысалға. Мында Бали гель-ля душа, Исландия дейді мысалға. Шумит океан, лучи солнца ласкают кожу, пальцы утопают в теплом песке. Ты на сказочном острове Бали, среди экзотических растений, кокосовых пальм и спящих вулканов. Сочный коктейль из личи и франжипани перенесет тебя прямо на остров мечты. Здесь начинается рай дейді. Қарап отырсаңыздар, керемет, енді мынаны оқып отырып та сол аралда жүргендей сезінесіздер, балғындық. Пора отправиться в волнующее путешествие по заснеженной Исландии, бурлящие гейзеры, исполинские фьорды, водопады и ледяные пещеры. Природа этой страны уникальна. Свежий аромат морских водорослей и вулканической воды подает ощущение приятной прохлады и перенесет тебя на просторы Атлантики. Көріп отырсаңыздар, қандай қылып сипаттаған мынаның жазуын өзін оқып отырып, жұмған кезде өзіңізді сол жаңағы аралда жүргендей, және де сондай Бали островында жүргендей сезінесіз. Мен өзім осы кезде Аланияны сағынып жүрмін. Алла жазса, Фаберликтің арқасында сол жақтардан үй алармыз деген сенімдемін. Осы 5 жылдықтың ішінде Алла жазса деп айтайық. Барлықтарыңызды армандаңыздар, арманды шектемеңіздер. Барлық адамның өзінің ниетіне байланысты, жаңа адамның өзінің өмірдегі қойған ұстанымына байланысты. Менде де мысалға сәттер болады, өмірде мысалға адамда әртүрлі сәттер болады. Менде де сондай сәттердің түр-түрінен өттім. Мысалға сол мені көбінесе жетелейтін, мені өмірге құлшынысымды ауырттыратын, көңіл күйім болмаса да, мен өзі тіке адаммын да, барлық нәрсені тіке не ойымда тұр, соны айтып салам. Мысалға, бірақ ешқандай еш адамға арамдығым жоқ, барынша жақсылық тілемесем, жамандық тілемеуге тырысам, енді өзім мақтап қойыншы. Сонда соңғы кездері мына карантиннен де өзім қатты көңіл күйім түскен кездер болды. Қатты өз-өзіме кіріп кеткен кездерімде болды. Мысалға, адам болғаннан кейін неше түрлі эмоция болады ғой. Сондай эмоционалдық түрде, кейде адамның эмоционалдық түрде де көңіл күйі пәс болып қалатын кездер болады. Сондай кездерде маған әдемі көріністер, жақсы блогерлар, шетелге бару, немесе сол жақта тұру сияқты, және де басқа өмірге алдымызға қойған армандар, солар мені жетелеп оятады. Міне сол бүгінде бірнеше блогерлардың видеоларын көріп, мен шетелде күнде көріп, өзім мотивация жасаймын. Өмірге деген талпынысымды ашамын. Сіз ниетіңіз тазаланып, ары қарай өмірге деген құлшынысыңызды, адамдарға деген қарым-қатынасыңызды тазалап, ниетіңіз тазалап, өзіңіз кіріскен сайын таңертең тұрып, аффирмациялармен айналыса отырып, барынша осындай әдемі заттармен жуынып, өзіңізге ностальгия жасаған сайын, ол да мына барлық әлемге таңғажайып Алла тағалаға деген сигнал беріледі. Ол жаңа айтпақшы, вселенныйға, яғни бүткіл ғажайып Алла тағаланың қолындағы нәрсе,
соған сіз өзіңіздің ниетіңізбен жетесіз. Ниетіңіз түзу болсын, адам талпынысымыз ашыла берсін. Міне мен бүгін сіздерге барынша осы сковородкаларым бар ма, қандай заттар алдым Фаберликтен, бар заттарды сіздерге көрсетуге тырыстым. Қазір енді тағы бір керемет затты көрсетуге тырысам. Ол күшті, қазір көрсетемін. Күте тұрсаңыздар. Мына әйнекте тұрған заттың барлығы да шетелден әкелген менің мынаның ішіндегінің барлығы шетелден әкелген трофейлерім дей ма? Барынша шетелден әкелген заттарым. Енді қазір мен сіздерге көрсетейін. Мына жерде мен тағы не алдым Фаберликтен. Так, мына дұрыстап қояйық. Тағы да мен алған затым, бұл кеше үрлеп бұның видеосы алып, қалай ішінде өзін үрленетін затына дейін келеді екен. Фаберликтен тағы бір алған затым, бұл міне Фаберлик Спорт деп жазылып тұр. Қарап отырсаңыздар. Фаберлик Спорт. Міне, енді бұны доп қылып ойнамайсыз ғой, үстінде отырып неше түрлі упражнение. Балдарыңызда өздеріңізде осы доппен отырып неше түрлі упражнениялар жасай аласыздар. Мысалға, қарап отырсаңыздар, осыны алып сіздерде үрлеп үйлеріңізде пайдалануға болады, фитнесқа пайдалануға болады. Күшті затта, керемет. Сондықтан баршаңызға айтатыным, мен сияқты барынша заказ беріп, Фаберликтен керек жарақтарыңызды алып, көңіл күйлеріңізді көтеріп, сәттілік пен мотивация адамның өзінде, адамның ішінде, адамның тілегінде, ниетінде. Сондықтан жақсылап тұрып, ниеттеріңіз бен тілектеріңіз ұштасып, барлық армандарыңыз жүзеге аса берсін. Және де осындай мен сияқты барынша Фаберликтің заттарын пайдаланып, тіркелу тегін, яғни тіркелмеген адамдар болса, хабарласып тіркелуге болады. Ал бизнес жасау, табыс табу ол өте ерекше нәрсе. Ол туралы бөлек әңгімелейміз. Себебі көп адам ойлайды, мысалға көп адамның қателігі ол келіп, өзінен өзі бизнес жүріп кету керек деп ойлайды. Өзінен өзі жаңа көмектесіп, үстіндегі спонсорларым жасап береді деген сенімде болады да, негізі былай келген кезде барлығы адамның өзінің еңбегіне байланысты қыздар. Сондықтан мен бірден бұл бизнесқа шақырған кезде адамдарға тіке айтатыным, бұйырған зат қашпайды дейді қазақта. Сондықтан барынша тіке айтатыным, бұл жерде әр қайсыңыздың арманыңызға, алдыңызға қойған мақсатыңызға, ниетіңізге, талпынысыңызға, әрекеттеріңізге байланысты. Сондықтан осындай керемет заттардың барлығын алып, үйлеріңізге пайдалана отырып, барынша қаншама міне сковородканың бірнеше түрін алдым. Барлығын пайдалана отырып, сіздер мықты бизнес жасап, миллиондаған табыстың иегері бола аласыздар. Бәрі өз қолдарыңызда, қажымаңыздар, талпыныс төзімді болу керек. Себебі қазіргі карантин адамды кәдімгідей қажытады. Психологиялық тұрғыдан алған кезде адамға мықты әсер етеді қазіргі. Мен әрі бері жүріп, адамдармен араласып қалған адам, менің өзіме бастапқы кезде бір ай, бірінші айларында өте керемет қабылдап, мен барымша ол карантинді жақсы өткізуге тырыстым енді, жаңа активны. Одан кейін жаймендеп келе, мынау замкнутое пространство дейді, үйде алаңсыз отырған, ол адамды да қажытады екен. Маған мықты кері әсерінде тигізген кездері болды. Бірақ оған қарамастан, міне осындай жаңағы адамдағы арман, талпыныс, барлықтарыңызға тілейтінім, үміттеріңізді үзбеңіздер, шектелмеңіздер, үлкен мақсат қояйық. Және де ең бастысы команда. Қастарыңызға сенімді, нық, жақсы, ниеті жақсы адамдарды көп жинаңыздар. Командаға келген кезде де нақты адамдармен, көп адамдар бізде жіберетін қателік бизнесте. Сүйсік етіп кетеміз да, адамдардың артынан жүгіреміз, ой, пожалуйста, мен бәрін істеп берем. Мен өзім ондай заттан аулақпын. Нақты менімен партнер болып келгісі келген адам бұл жерге келіп, өзі нақты қимылын, әрекетін жасап, іңкәр давай былай жасайық, былай қылайық, қандай көмек бар деген сияқты. Мысалы, мен барымша қолымнан келген көмегімді берем. Ал былайынша барлық нәрсе ол тек қана наставник емес, адамның, консультанттың өзіне байланысты. Мысалға, мен осы бизнесқа келген кезде, бұл жерде мен ешқандай наставниктарыма тек тіркеліп осы бизнесті көрсетіп, есігін көрсеткен үшін рахмет айтам. Міне мынандай жаңа көрсетіп жатырмын, қаншама заттарға шолу жасап жатырмын. Сол заттардан бөлек өзім с удовольствием сондай заттарды пайдаланам. Одан бөлек ол кездері, мен бастаған кездері ақпарат аз болды. Мысалға, талпыныс жасай отырып,
тырысып, осы бизнеста көп нәрсеге қол жеткіздім. 25-тен аса елге бардым, қанша миллиондаған табысын нанын жеп жатырмыз осы бизнестің арқасында. Жаңа өздеріңіз көрсеткен пышақтан бастап, алжапқыш керек па, ортопедический заттар керек па, асханаға керек заттар. Мысалы қарап отырсаңыз, мен әр каталог сайын 100 балдан жоғары бал жабам, оның өзіне тіптен алатын затым асып кетеді. Мысалға, енді не алам деп отырмайсыз, Фаберликта 8 мыңнан аса тауар атауы бар, 9 мыңнан аса тауар атауы, 8-9 мыңнан аса тауар атауы бар. Және әр каталог сайын новинка, жаңа заттар шығып тұрады. Біздің Фаберлик технологиясын, дамытуын, ізденісін арттырып, әр кезде әр түрлі жақсы заттармен, пайдалы, тұрмысқа пайдалы заттармен қуантып отырады барлық консультанттарын да, барлық жаңа тіркелген, тіркелмеген мейлі барлық жаңағы осы тұтынушыларын қуантып отырады. Сондықтан сіздерге айтатыным, барлық заттардың сапасы халық мойындаған. Сондықтан осы бизнес арқылы армандарыңызды шектемей, ұшқыр арманмен талпыныңыздар, өсіңіздер, дамыңыздар, бәрі өз қолдарыңызда. Ал егер тіркелмеген болсаңыздар, мен осы видеоны бүгінгі тікелей эфирді Инстаграмдағы YouTube каналыма жүктеймін. Сол менің Инкара Алиева деп орысша жазылып кеткен кезінде сол каналыма кіріп, барынша қазақша тілде, орысша тілде маркетинг пландарды қарауларыңызға болады. Және де құр қарап қана қоймай, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды, қандай видео түсіргенімді қалайсыздар, сол туралы да жазып кетсеңіздер болады, комментарий қалдырып. Лайк басыңыздар, ұнамаса тіптен дизлайк басыңыздар. Маған оның барлығы да жақсы қабылдай береміз. Мысалға, қазіргі өмірде түсінгенім, негатив көп. Итак, күнде естіп жатырмыз, жан-жағымызда өлім жітім, ауру, сырқау. Мысалға, мен де міне 5 айдың көлемінде балдарымда өзімде барынша үйден шықпауға тырысып отырмын. Қаншалықты осындай пространствода отырсақ та, өмірге деген талпынысымызды жан-жақтан іздеп арттыруға тырысып жатырмыз. Сондықтан сіздерге айтатыным, ешқандай да берілмеңіздер, мойымаңыздар, шаршамаңыздар, миға негативті енгізбеңіздер, барынша. Енді сіздер эмоциональный адам болсаңыздар, мен мысалы өзім эмоциональный адаммын. Мысалы бір ауырып жатса, таныс тамырларымыз, басқа да бір негатив жағдай болып жатса, мен көбінесе беріп кетеді. Мысалға, адам болғаннан кейін, қан мен терден, сүйектен жаратылған адам болғаннан кейін, солай біз әсеріміз көбінесе эмоция жасаймыз. Негізінде эмоция жасамауға тырысу керек. Кез келген затты қабылдаған кезде Алла тағаланың беріп жатқан сондай сынағы, немесе сондай бір жай ретінде ғана қарап, ол бір өмірдің басқа сырттан келіп жатқан точка зрения дейді ғой, яғни сол сырттан келіп жатқан бір жағдай ретінде қарау керек, беймарал қарау керек екен барынша. Жаныңыз ашиды, барынша тілеуін тілейсіз, барынша тілектессіз, айналаңызға, тума-туысқаныңызға, таныстарыңызға. Бірақ сол беріліп жатқан факт, эмоцияларға берілмеуге тырысайық. Карантинді енді қысқа дейін созат деген жағдай бар. Естіп жатырмыз жаңалықтарды интернет ғаламтордан. Сондықтан барынша енді мына шектеліп отырып, өз-өзіміз сақтай отырып, отбасымыздың көлемінде аман сау болып, денсаулығымыз. Тем более мен құтқаратын нәрсе, мен оны тағы да видео түсіріп көрсете жатам. Монарда плюс дегенді көп заказдаймын мен осы Фаберликта. Монарда плюсты себу арқылы да, және де тамаққа себетін пребиотиктармен жасалынған бізде Фаберликта жаңағыдай кәдімгідей заттар бар. Және қолды жаңағы гельдер бар, антисептик гельдер, оларды да 5-6 аулап алып қойдым. Барлығы жақсы. Фаберлик тұрмыстың жағдайыңызға ғана емес, барлық өмірде мына қазір қандай жағдайлар болып жатыр, барлығына бейімделіп сіздерге барынша пайдалы заттарды, бұйымдарды, пайдалы жаңағы осындай антисептик болсын, жаңағы барынша сіздің ағзаңызға әсер ететін, жақсы әсер ететін заттарды, бадыларды да барын шығарып жатыр. Сондықтан даже дұрыс питание жасау, правильный питание, арықтау болсын. Енді басында мен мықты арықтадым, бірақ мына бәрібір үйде отқаннан кейін күнде үй бала шағаға неше түрлі выпечка жасап, әйел адамның кулинарлық способности дейді ғой, мысалға аспаздық сіздің қабілетіңіз ашыла бастайды екен үйде отырған кезде. Барынша мен біріншіден қуандым, көбінесе бизнеспен отбасыма может көңіл бөлмеген шығармын деп. Бірақ қазір сонда да еді тиімді кітаптар оқуға тырысып жатырмыз, мынандай видео обзорлар түсіруге, шолулар түсіруге тырысып жатырмыз. Енді барынша мүмкіндік болғанынша осылай тікелей эфирлерға да, ютубқа да шығып видеолар жүктеуге тырысам барынша.
Барлықтарыңызға сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Болмаса эфирімді аяқтауға тырысамын. Сондықтан спортпен де үйде айналысып, спортив киімдерін де алып, мен үстімдегі көйлектің өзі, үй киімінің өзі, Фаберликтің үй киімі, үйге киетін көйлегі. Енді бұл көйлектің өзі бізде Фаберликте киімдердің өзі 3-4 мың теңгеден басталып 30-40 мың теңгеге дейінгі әртүрлі деңгейлік киімдер, көйлектер барлығы бар. Соның барлығын ала аласыздар. Және де мен өзімнің қыздарымда киіп жүрмін. Мен қызымның үстіндегі спортивканы полностью түсірмесем, барынша спортивка, өзімде бірнеше спортивкасын алдым Фаберликтің. Және де мынандай үйден отырып спортпен айналысатын күшті заттар да бар. Кәдімгі нерв успокаивающий, құшақтап былай да былай үстіне отырып секіріп те жатып та неше түрлі нелер ютубтардан алып, неше түрлі жаңағы спорттық упражнениялар жасап та үйрене бере аласыздар. Міне сіздерге айтатыным осы. Сұрақтарыңыз болса рахмет, Венера ханым, қыздар, рахмет көптеріңіздің тілектеріңізге, пікірлеріңізге рахмет. Менің жаңа айтылған Инкар Алиева деген YouTube каналыма кіріңіздер, міндетті түрде видеоларды қадағалап жүрсеңіздер болады. Барлықтарыңызға сәттілік тіледім. Барлықтарыңызға тек карантинде көңіл күйлеріңіз жоғары, жаңағы жұмыс қабілеттеріңіз жоғары, өмірге деген құлшыныс талпыныстарыңыз жоғары болсын деп тілеймін. Бәрі өздеріңізге байланысты. Сондықтан барлықтарыңызға тек сәттілік, жақсылық, өмірге деген құштарлық тілеймін. Тек қана алға берілмейік, сау болайық. Негізі айтылған сөздің қасиеті болады әр сөздің. Яғни дұрыс айтылған сөз. Ауырмау деген емес, сау болайық. Сау, аман сау болайық. Отбасымыз аман сау болсын, жан жағымыз аман сау болсын. Тек барлығымыз жақсылықта, тойларда. Биылғы жыл высокосный деп жатыр ғой, орысша айтқанда. Биылғы жыл сондай бір өте сынақ жылы болып тұр елімізге де, баршамызға. Сол сынақтан сүрінбей өтуге тырысайық. Бұл да бір халықпен көрген ұлы той деп қазақта текке айтпайды. Сондықтан сол барынша жақсылықпен тек осы жылды аман есен өткізіп, енді неше түрлі тарихта оқиғалар болған, ашаршылық жылдары болған, 30-шы жылдары білесіздер, осы жаңа 20-шы ғасырдың неше түрлі індеттер, неше түрлі жаңағы көп індеттердің түрі болған. Кезінде чума дейді, неше түрлі, даже өкпе қабыну, туберкулездің өзі кезінде қанша өмірлерді алып кетті. Бұл да біздің тарихи заманнан өтіп жатырмыз қазір, тарихи кезеңнен өтіп жатырмыз. Бұл да бір үлкен тарих, негатив болса да, бұл да үлкен тарих. Сондықтан осы кезеңді ауырмай сау, яғни сау болып аман өткізейік. Баршаңызға сәттілік тілеймін, саулық тілеймін. Келесі эфирлерде кездескенше баршаңызға сәттілік. Фаберлик біздің жағдайымызды, біздің өміріміздің жақсы сапасының өсуін, артуын ойлайтын компания. Сондықтан Фаберликпен бірге қуанып, күліп ойнап, табыс тауып, жақсы өмірімізді сапалы етіп, жақсы дамыта берейік. Сәттілік.